Сәлеметсіздер ме? Өмір толқындар арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсе отырыңыздар. Анасына білдірмей шығып кетем деген ойын. Балам-ау, сәлде болса жата тұрмадың ба? Әлі ерте емес пе? Өзің түнгі 3-ке жақын келдің. Қазір сағат енді 6 болғалы тұр. Шаршайсың ғой жарығым. Деген анасының сөзінен кідірткен сезім. Артына бұрылып қарады. Ескілеу ақ орамалының астынан ағарған самай шаштары көрінген жүзінен ұйқысыздық пен уайым қатар орын алған. Мейірмен аяушылығы төгілген қоңырқай көздермен қызын барынша аялай қарап тұрды. Сезім бұрылып келіп анасына: «Анашым-ау, шаршайтын жаста емеспін ғой. Жақында 18-ге толам. Жұмыс болса әкел, тау қопарам деген жаста емеспін бе? Сен алаңдама, анашым, бәрі жақсы болады. Біз әлі бай боламыз», деп еркелей құшақтады. «Қайтейін балам, түнде көп жүресің. Неше түрлі пәлені естіген сайын жүрегім ұшады. Жұмысыңда арақ ішетін жер, неше түрлі есіргеннің жиналатын жері. Кедей кепшік екен деп, біреу зорлық қылама деймін де. Жұрт қатарлы дұрыстау жұмыста бұйырмады ғой. Жақсы, не болса да аман жүрші балам. Саған бір нәрсе болып қалса, әкең екеуміз көтер алмаспыз. Тек Құдайдың көзі түзу болсын», деп қызын еміріне бір құшақтап, «Бара ғой» деген ишара жасады. Түн қараңғылығы сейілмеген аспанда төбеңнен төнген таулардай болып, бұлттар жылжып барады. Қазан айының аяғы болғандықтан ауа райы күндіз ыстық, түнде әсіресе таң алдында салқын. Мұздай суық леп, үйден шыққан сезімнің бетін желпіп өтті. Денесі дір етіп, салқынды бірден сезіндірді. Жеңі жоқ күртешесінің алдын қаусырып, дарбазадан шығып, индрайверден шақырған таксиін күтті. Құдай-ай, естияр есі дұрыс таксист келсе екен. Әйтпесе еркен біреу тап болса, анау деп, мынау деп қылшықтап, кейде қол жүгіртуге тырысып қалады. Ондайларға үндемей ерік берсең, бірден мұнай саласында жұмыс істейтінін, миллион айлық алатынын, вахтадан демалысқа келгенде долы шайпау әйелінің қасында болмау үшін, тек уақыт өткізу үшін жүргенін айтады. Егер дұрыстау қыз кездессе, ақшалай жәрдемдесуге де дайын екенін айтып, бөсіп кетеді. Отбасылық жағдайы мәз емес, миллиондаған қазақстандықтар сияқты. Сезімнің де отбасы, дымы жоқ кедей деген жағдайда. Алдында 2 ағасы бар. Үлкені үйленіп, бөлек отау. Оның да жағдайы мәз емес. Шеттей 3-4 баласы бар ағасының мардымсыз айлығы мен әйелінің жәрдем ақысы айлық азығына жетпей, ылғи ұн, қант, шәй сұрап жүргендері. Бұлармен бірге тұратын кіші ағасы әлжуаз, дімкастау болғандықтан әскерден қашып жүр. Сондықтан ресми жұмыста да, жұмыссыздықта да жоқ. Майда шүйде жөндеу әрлі жұмыстармен айналысады. Әкесі қарауыл, анасы көше тазалығында. Колледжден соң оқуға қаражат табылмағасын, сезім кафеге даяшы ыдыс жуушы болып орналасқан. Кейбір қатар құрбылары сияқты жоғары оқу орнын бітіріп, мамандығымен жұмыс істеу деген арманы болғанымен, оғанда күн санап, сенімі азайып бара жатыр. Себебі оқу да жоқ, жұмыста жоқ құрбыларының барар жері кеуге шығу. Шыққан кеуі жұмыс тауып, елге қосылып, отбасы болса болғаны. Болмаса жоқшылықтың қамытын киіп, күнде ұрсысып, ажырасып жатыр. Сезімнің сыныбынан 2 ұл бала өзінен өзі қол салып өлсе, біреуі айықпас ауруға шалдыққан. Тағы 2 сыныптасы сотталып кетті. Бұл заман не болып кетті өзі, деп сандалып жүрген бір жас. Иә,
Сезімде құрбыларымен бірігіп, шетелге қара жұмысқа кеткісі келген. Ата-анасы азарда безер болды. Бір жағынан таныс бір апайдың, ол жаққа барған кейбір әдемі мүсінді қыздардың жыныстық құлдыққа түсіп, бай шетелдіктердің мазағына айналып жатқанын естіп, басылып қалған. Ата-анасының мойнына масыл болмайын деп, осы кафеге ыдыс жуатын болып жұмысқа тұрған. Бұл келген кездегі жас келіншек, қызыңқырап қалған жас баламен ұрысып, жұмыстан кетуге мәжбүр болды. Әлгі жас бала кәсіпкер депутаттың баласы екен. Даяшы келіншектің жамбасынан сипағаны үшін, ол қолын қағып жібергенде әлгі сүмелек: «Ха, асауын қарай көр, соншалықты таза қатын болсаң, мұнда неге күн болып жүрсің? Жатпайсың ба байыңның қасында?» деп боқтана сөйлеген. Ол енді сіздің шаруаңыз емес дегені үшін, әлгі иттің баласы столда тұрған бар ыдысты аудара салды. Онысымен де қоймай: «Әй, ғаншық, бері қара. Қажет болса, мына кафеңді жаптыра салам. Артыңа адам салып, сенің өміріңді тозаққа айналдырып жіберем. Өмірді біз сүреміз, ал сендер бар жоға қызметші персоналсыңдар. Соны ұмытпай, жұмыстарыңды ғана біліңдер. Бұл өмір. Көзіңді ашып, нақты өмірге тура қара. Орындарыңды біліңдер. Кафенің иесіне сәлем айт. Менен келіп кешірім сұрасын». деп жолындағының бәрін теуіп, қарқылдай күлген екі жолдасымен кетіп қалған. Клиентпен конфликт жасады деп, шағылған ыдыстың бәрін даяшы өзі төледі. Соған шыдамай, жұмыстан кетті. Содан бері даяшы да, ыдыс жуушы да өзі. Сезім өзінде сондай жағдай күтіп тұруы мүмкін екенін ойлап, кафенің иесімен сөйлесті. Әлгі баланың ата-анасына бейне жазбаларды көрсетсек, ата-анасы түсініп, баласы үшін ұялар. Кафенің шығынын төлеп, баласы үшін кешірімде сұрар деген еді. Кафенің иесі күліп: «Әрине, кешірім сұрайды, шығынын да төлейді. Баласын жазалап, ел алдында әдемі сөйлеп, жасанды қылықта көрсетер. Тек оның бәрі де алдамша шымылдық қана. Кейінірек кафені тексеру көбейіп кетеді. Депутаттың жалдамалы белсенділері жалған шу шығарып, халықтың наразылығын тудырады. Сөйтіп депутат халыққа ұнамсыз дәмханаларды жабу туралы сұраныс хат жазады. Солардың ішінде тізімде біздің кафе бірінші тұрады. Бұл өмір ғой сезім, өмір», деп ауыр күрсінгенде қойған. Содан бұл әңгімеге оралмады. Көшенің ала қараңғылығын көліктің фары жарқ еткізіп тіліп, қасына такси тоқтады. Бұл жүргізушіге үркектей қарап, артқы орындыққа жайғасты. Жүргізуші 50-ден асып, 60-қа жақындап қалған кісі екен. «Сәлеметсіз бе?» деген сезімнің амандасуына айнадан бір қарап: «Әлейкум ассалам, қайырлы таң қарағым», деп музыка қосты да жүріп кетті. Асфальты жоқ, қисы-қисы көшеден келесі асфальты бар көшеге түскенше ырғатылып, қисаңдап барды да, асфальтқа шыққасын, көлік бір қалыпты сырғай жөнелді. Көліктің жылылығы, орындықтың жұмсақтығы жанына жағып кетсе де, сақтығын жоғалтпаған сезім қалғымауға тырысып отыр. Көліктің магнитофоны Досымжан Таңғатаровтың аққу мәнін әдемі жеткізіп келеді. Осы кезде сезімде еріксіз ойға кетті. Иә, жете алмай жүрген біреу әйтеуір. Біреу ауруынан сауығып кетуге, біреу айлықтан айлыққа, біреу кедейліктен байлыққа жете алмай жүр. Сезім сияқты қыз келіншектер таңнан кешке жұмыстан үйіне асығып жете алмай жүр. Көлік түзу жолдан бұрылып, басқа көшеге түскенде сезім сезіктеніп, шопырға жалт қараған. Жүргізушіде аңдып келе жатқандай, Қилыбайдың жолы талқан болып жатыр. Ақтан Керей мен Аймауытовқа түсіп, Қашағанға шығамыз.
Әрі қарай орталықпен бейбарысқа түссек, кафеңде көрініп тұрады қарағым. Алыңдама балам, деген сөзге сезім. Жоқ ағай, алыңдамаймын. Білем ғой, шопырлар ойылған асфальттардан қашып, көше-көшемен айналап жүретінін. Деп сабырлы түр көрсетті. Қарағым-ай, кім ерткенен жүр дейсің? Жап-жас баласың. Таң атпай кафеге тойға бара жатпағаныңды сезем. Оның үстіне өткен айда да өзіңді түн ішінде әкелгенмін. Кафеде жұмыс істейтініңді сонда сезгем. Мен де қарайған балашаға бағып отырғасын жақсы түсінем, шырағым. Жастар біздің болашағымыз деп жалындатып, ұрандатып жүрсек те, сол жастардың болашағына алаңдап жүрген адам шамалы қазір. Жұмыс жоқ, қымбатшылық, жемқорлық деген бәле сол жастардың қанатын қырқып, елдің болашағы алаңдатып тұр. Қайтесіңдер енді, көнесіңдер де. Қайсы үйге барсаң да жұмыссыз жастар, үкіметтен жеп, парамен жұмысқа кіріп, кейін кеткен шығынын 2 есе қылып қайтарып жүргендер өздерінше мардымсып, шүкір деңдер, істеген адамға жұмыс көп, ізденіңдер, қанағат ойлаңдар, сабыр етіңдер деп жатады. Қайтейік, бұл заман есебін тапқанмен жалған айтқанның заманы болып кетті. Бай мен кедей болып, 2-ге бөлініп барады. Ақыры қайырлы болсын, дұрысталар деп үміттенейік. Дегенше, сезімнің жұмыс орны түрлі түсті оттармен көзді алдап тұрған кафеге де келіп жетті. Жылы да жайлы көлік, салмақты сөздің, сабырлы мінездің иесі, жүргізушінің жанынан өзіне сәлде болса тыныштық тапқан сезім. Көліктің есігін ашып, бергі жағы жалған жапырақпен қапталған, ар жағы тынымсыз тірлікке толған өмірге еріксіз аяқ басты. Деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.